2020 жылғы ғашықтар күніне арналған жұлдыз жорамал. Таңғаларлық жағдай, бірақ жұлдыздар ғашықтар күні қарсаңында ақпан айының 2-ші аптасынан бастап жұлдызнаманың барлық белгілерінде сезім бірінші орынға шығады деп белгі береді. Осы кездегі таныстық тез әрі есте қаларлықтай дамиды, алайда дәл солай тез сөнуі мүмкін. Тоқты, ақпан айында тоқтылар үшін жаңа махаббат табу немесе бар қарым-қатынасты жаңарту үшін өте сәтті уақыт. Оның үстіне қаңтарда сіз өз жұбыңызбен қарым-қатынасыңызды қайта түсіну кезеңінен өткен болатынсыз. Мұндай көңіл-күй авантюраларға, басқаларды өзіңізге қарату ниетін тудырады. Сырт бейнеңізді немесе киім-киісіңізді өзгертсеңіз, бұрын сізді байқамаған адамның назарын аудара аласыз. Ортақ мүдделерге және өзара түсінушілікке негізделген үйлесімді қарым-қатынастар сізде осы кезеңде тоқты, егіздер, арыстан, мерген, суқұйғыш сияқты белгілермен болады. Өте күшті тартымдылық бар. Қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар шаян, таразы, тауешкі сияқты белгілермен болмақ. Ал керісінше түсініспеушілікке толы, сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас бикеш және саршаян белгілермен болуы мүмкін. Белгісіздік бар оғаш қатынастар торпақ және балықтармен болады. Торпақ. Ақпан айында күтпеген кездесулермен байланыстар торпақтар өмірінде өте маңызды болуы мүмкін. Әдеттегі достық қарым-қатынастар романтикалық кездесулерге немесе құпия құмарлыққа айналуы мүмкін. Өз қарым-қатынасыңыздың кейбір жақтарын қайта қарастырып, сіз дұрыс таңдау жасай аласыз және жақын арада жаңа махаббатыңызды таба аласыз. Ал тұрақты қарым-қатынасы бар адамдар қарым-қатынасының неғұрлым үйлесімді деңгейіне көше алады. Ортақ мүддемен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Торпақ, бикеш, тауешкі, шаян, балықтар. Өте күшті тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар саршаян, арыстан, суқұйғыш белгілермен болады. Ал керісінше түсініспеушілікке толы, сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас таразы, мерген белгілермен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар тоқты және егіздермен болуы мүмкін. Егіздер. Егер өткен айда егіздердің қарым-қатынасы өкінішке толы болса, оған көңіл түсірудің қажеті жоқ. Себебі ақпан сізге жаңа романтикалық кездесулер сыйлайды. Сондықтан әртүрлі кештер мен іс-шаралардан қалмауға тырысыңыз. Онда өз махаббатыңызды табуыңыз әбден ықтимал. Сондай-ақ қоршаған ортаңызға да көз салыңыз. Достарыңызбен немесе таныстарыңыздың арасында сізге қажет адам болуы мүмкін. Дегенмен, кез келген іс-әрекетіңізді ақылмен істеңіз. Ортақ мүддемен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Торпақ, егіздер, арыстан, таразы, суқұйғыш. Өте күшті тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар бикеш, мерген, балықтар сияқты белгілермен болады. Ал керісінше түсініспеушілікке толы, сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас саршаян, тауешкі белгілермен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар торпақ және шаянмен болуы мүмкін. Шаян. Егер сіз әлі жұбыңызды таппасаңыз, онда сізге әріптестеріңізге көңіл аудару керек. Әсіресе басшылыққа. Өйткені қызметтік роман болуы мүмкін. Қарым-қатынасы қалыптасқан адамдар сүйікті адаммен керіспеушілікті болдырмауға тырысыңыз. Өйткені сіздің ашуыңыз өзара қарым-қатынастағы шиеленісті тудыруы мүмкін. Ал керісінше көмек пен қолдау көрсетсеңіз, сіздің серігіңіз лайықты бағалайтын болады. Ортақ мүддемен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Торпақ, шаян, бикеш, саршаян, балықтар. Өте күшті тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар тоқты, тараз, тауешкі белгілермен болады. Ал керісінше түсініспеушілікке толы, сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас мерген, суқұйғыш белгілермен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар егіздер және арыстанмен болуы мүмкін. Арыстан. Егер алдыңғы кезеңде сіз отбасылық не жеке өмірде қиын жағдайларды бастан кешкен болсаңыз, ақпан айында жұбыңызбен романтикалық саяхат
қарым-қатынасты үйлестіріп қана қоймай, жарқын эмоцияға толы көңіл күй сыйлайды. Ал сүйіктісін іздеп жүрген арыстандар үшін туған жерінен тыс жерде тіпті басқа мәдениет өкілімен таныстық іздеген жөн. Бұл үлкен сезімнің басы болуы мүмкін. Ортақ мүдде мен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Тоқты, егіздер, арыстан, таразы, мерген. Өте күшті тартымдылық бар. Қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар торпақ, саршаян, су құйғыш белгілерімен болады. Ал керісінше түсініспеушілікке толы, сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас тауешкі, балықтар белгілерімен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар шаян және бикешпен болуы мүмкін. Бикеш. Ақпан айында бикештер үшін эмоция мен сезімталдылық күшейетін уақыт. Айдың басында жұбыңыздан қолдау іздеудің қажеті жоқ. Сіз ойлағандай болуы екіталай. Бірақ осы белгінің кейбір өкілдерінде сөніп бара жатқан сезім жаңа күшпен қайта өрбуі мүмкін. Дегенмен, құмарлықты махаббатпен шатастырып алмау керек. Осы кезеңде сезімтал сәттерге толы кездейсоқ байланыстар болуы мүмкін. Ортақ мүдде мен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Торпақ, шаян, бикеш, саршаян, тауешкі. Өте күштімді тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар егіздер, мерген, балықтар белгілерімен болады. Ал керісінше түсініспеушілікке толы, сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас тоқты, су құйғыш белгілерінен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар арыстан және таразымен болуы мүмкін. Таразы. Ақпан айында таразылар үшін романтикалық әуестіктер өз эгосын қанағаттандыру үшін ғана болмақ. Бұл кезең кездесулерге, махаббат байланыстарына толы. Ал егер өткен айда сізде жұмыста кездейсоқ байланыс болса, онда ол күрделі қарым-қатынасқа көшуі мүмкін. Бірақ ұзаққа бара қоймас. Қалыптасқан жұптар үшін кезең өзара түсіністікті орнату үшін өте қолайлы. Бірақ өз-өзіне көңіл аударту ниеті қарым-қатынасқа зиян тигізуі мүмкін. Ортақ мүдде мен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Егіздер, арыстан, таразы, мерген, су құйғыш. Өте күшті тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар тоқты, шаян, тауешкі белгілерімен болады. Ал керісінше түсініспеушілікке толы, сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас торпақ, балықтар белгілерімен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар бикеш және саршаянмен болуы мүмкін. Саршаян. Саршаяндар ақпан айында жеке өміріне мүлдем уақыт жоқ деп ойлауы мүмкін. Бірақ ең сезім құмар саршаяндарды бірге жұмыс істейтін әріптестердің біреуімен қызметтік роман немесе кездейсоқ қарым-қатынас күтіп тұр. Осы кезеңде сіз үшін ең басты жұбыңыздың сенімділігі болады. Оның тарапынан бөлінген уақыт пен көңілі сізге оның барлық қолдауы мен махаббатын түсінуге көмектеседі. Ортақ мүдде мен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Шаян, бикеш, саршаян, тауешкі, балықтар. Өте күшті тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар торпақ, арыстан, су құйғыш белгілерімен болады. Ал керісінше түсініспеушілікке толы, сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас тоқты, егіздер белгілерімен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар таразы және мергенмен болуы мүмкін. Мерген. Мергендер үшін ақпан кездесулер мен романтикалық ойын-сауық уақыты. Сөю және сүйікті болу ниеті сіздің өміріңізге жаңа ғашықтық немесе қазіргі жұбыңыз бен сезімдеріңіздің күшеюіне әкеліп соғады. Алыс сапарлар, балалармен бірге көңіл көтеру қарым-қатынасты нығайтып, көңілді және қуанышты сәттер әкеледі. Некедегі жұптар үшін балалы болуға қолайлы кезең. Ортақ мүдде мен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Тоқты, арыстан, таразы, мерген, су құйғыш. Өте күшті тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар егіздер, бикеш, балықтар белгілерімен болады. Ал керісінше түсініспеушілікке толы сезім өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас торпақ, шаян белгілерімен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар саршаян және тауешкімен болуы мүмкін. Тауешкі. Бұл уақытта тәуешкілердің сезімдері бауырмалдылығы күшеюі мүмкін.
өз сүйіктіңізді ата анаңызбен таныстырып, ниетіңіздің шынайы екеніңізді білдіруге өте қолайлы кезең. Бірақ егер өткен өміріңізге деген сағыныш пайда болса, мән бермеуге тырысыңыз. Ол болашағы зор қарым-қатынасқа кедергі келтіруі мүмкін. Одан да өз сүйгеніңізбен қызықты кештер өткізуге тырысыңыз. Бұл жанұядағы және қарым-қатынастағы жағдайды нығайтады. Ортақ мүдде мен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Торпақ, бикеш, саршаян, тауешкі, балықтар. Өте күшті тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар тоқты, шаян, таразы белгілерімен болады. Ал керісінше, түсініспеушілікке толы сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас егіздер, арыстан белгілерімен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар мерген және су құйғышпен болуы мүмкін. Су құйғыш. Су құйғыштарға ақпан көптеген жағымды байланыстар, романтикалық кездесулер әкелуі мүмкін. Осы кезеңдегі кез келген қарым-қатынас флирт пен жарқын эмоцияларға толы болады. Хат алмасу арқылы әлеуметтік желілерде немесе жолда танысу ықтималдылығы өте жоғары. Ал жұптарын тапқан су құйғыштар үшін өте жақсы кезең. Дер кезінде керекті сөз таба білу қасиетіңіз кез келген түсініспеушілікті жояды. Ортақ мүдде мен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Тоқты, егіздер, таразы, мерген, су құйғыш. Өте күшті тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар торпақ, арыстан, саршаян белгілерімен болады. Ал керісінше, түсініспеушілікке толы сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас шаян, бикеш белгілерімен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар тауешкі және балықтармен болуы мүмкін. Балықтар. Балықтарда бір ай бойы романтикалық байланыстар сезімтал және жылылыққа толы болады. Жаңа таныстық үшін және махаббатпен қарым-қатынасқа қатысты мәселелерді шешу үшін қолайлы уақыт. Бірақ шамадан тыс шықпауға тырысыңыз. Өйткені сүйіктіңізге ие болу ниетіңіз рахатқа ұмтылу қажетсіз шығындарға әкелуі мүмкін. Ортақ мүдде мен түсіністікке негізделген үйлесімді қарым-қатынас сізді келесі белгілермен күтіп тұр. Торпақ, шаян, саршаян, тауешкі, балықтар. Өте күшті тартымдылық бар қарама-қайшылыққа негізделген күрделі қатынастар егіздер, бикеш, мерген белгілермен болады. Ал керісінше, түсініспеушілікке толы сезімі өте әлсіз, бірақ өзінше қызықты қарым-қатынас арыстан, тараз белгілерімен болмақ. Белгісіздік бар оғаш қатынастар тоқты және су құйғышпен болуы мүмкін.